Сымбатты ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздер еш жерде кездеспейтін, ешкім айтпаған ең нәтижелі бетті терең тазалайтын, поралардың барлығын кірден тазалап бетіңізді теп-тегіс ететін керемет маскамен бөліспекшімін. Сонымен қатар бұның құрамы бар болған 2 ғана заттан тұрады, және де ол барлық үйден табылады. Ендеше кеттік, жасайық. Бізге жұмыртқаның ағы қажет болады. Жұмыртқаның ағына ыдысқа салып алып миксерлейміз. Егер миксер жоқ болатын болса, вилкамен кішкене көпіртіп алсаңыздар болады. Негізі миксермен көпіртіп алған нәтижесі жақсырақ болады. Мен бұл масканы уже бірнеше жылдардан бері өзіме жасап келемін. Косметолог ретінде сіздерге де ұялмай ұсына аламын, өйткені бетті өте жақсы тазалайды. Одан кейін бізге қант қажет болады. Қанттан біраз қасық қосамыз. Күлкілі естілуі мүмкін, бірақ именно осы қант осы маскаде өте керемет рөл атқарады. Біздің очищение этабына қажет болады. Сондықтан осылай көпіртіп алғаннан кейін бетімізге бір слой жағамыз. Бір слой жағып, оны кептіріп аламыз. Қолдың көмегімен жағыңыздар ханымдар, сонда жақсы жағылады. Бұны жасардан алдын мүмкіндігінше бетіңізді парда булап, поралардың бәрін ашып алсаңыздар болады. Сонда өте күшті нәтиже береді. Немесе бетті жақсылап сүртіп тазалап алған дұрыс. Бұл поралардың барлығын тазалайды, беттің қан айналымын жақсартады, бетке керемет осветление, увлажнение, сонымен қатар әжімдеріне де жақсы көмегін тигізеді. Бұны бір жасап көрген адам өзі нәтижесін көретін болады. Бетімізге бір слой жаққаннан кейін 15-20 минут осылай кепкенін күтеміз. Қолдарыңызбен ұстағанда қолыңызға жабыспау керек. Одан кейінгі ең қызығы, бізде екінші слойын жаққаннан кейін өзіміздің саусақтарымызбен жаймен осылай видеодағыдай ұрғылай бастаймыз. Бұл біздің осылай ұрғылап бастағанда қантымызды не үшін қосқанды осы кезде байқалады. Біздің қолымызға беттегі маска, яғни беттегі қоймалжың жабысу керек. Осылай қайта-қайта істей береміз. Қолымызды алған кезде жабысып бастағанша видеодағыдай. Сонда да қатты ауыртпай осылай видеодағыдай бетімізге ұрғылап бастаймыз. Иекті жақсылап жасаймыз, зонасын, бетті, мұрынды, маңдайды жақсылап ұрғылап болғаннан кейін, уже сіз қатты шыдай алмай кететіндей ауыртып жатқаннан кейін тоқтатамыз. Одан кейін жылы сумен жуып тастаймыз, артынан крем жағуды ұмытпаймыз. Бастап кезде осындай қызарады, бетіңізде қан жүріп, қызарып, қызып, әдемі қалыпқа енеді. Бұны түнгі уақытта жасауға кеңес беремін, өйткені ертеңіне бетіңіз күшті болып қалады. Енді жұмыртқаға, қантқа аллергияңыз болса, жасамай қойсаңыздар, және де беттеріңізде қандай да бір ашық жара болса, жасаудың қажеті жоқ. Одан кейін өзіңіздің сүйікті ходыңызды қолдансаңыздар болады. Мен өзім AGI-дың молочкосын жағам бұл маскадан кейін, бет өте күшті увлажнение, және де жаңағы бетті тыныштандырады. Осы маскалерінен кейін соның молочкосын жағып қойсам, бетің күшті жұмсарып қалады. Егер де AGI-дың уходын заказ берем дейтін болсаңыздар, инстаграмға жазсаңыздар болады. Немесе номерімді қалдырамын, WhatsApp номерімді WhatsAppқа жазып алсаңыздар болады. Өте керемет косметика. Сіздерге шын жүректен ұсынамын. 1 жылдан бері өзім қолданып жүрмін, косметолог ретінде сіздерге ұялмай ұсына аламын. Ханымдар, бүгінгі маска осылай. Бұны айына 1 рет жасаңыздар, міндетті түрде нәтижесімен бөлісіңіздер.